Саламатсыздар ма? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Microsoft Word. Microsoft Word бізде мәтіндік редактор болып табылады және де кәсіби рәсімделген құжаттар жасауға мүмкіндік береді. Ең алдымен құжат құру үшін, жаңа құжат құру үшін файл создать деген команда беріледі. Және де файл создать деген команданы басқан кезде Word-тың версиясына қарай Microsoft Word-та жаңа құжат құру терезесі, сонымен қатар түрлі құжаттамалардың шаблондары ұсынады. Яғни мұнда календарь с фотографией дейді, резюме жасауға болады. Міне резюменің шаблоны беріледі, тек қана арасына қажетті мәліметтерді енгізуге болады. Буклет жасауға болады, деловой буклет, календарь с баннером, отчеты, грамоты, да, реферат с фотографией дейді, бланк письма, приглашение на вечеринку. Осы құжаттамалардың барлығының арнайы шаблондары дайын тұрады. Басып, ары қарай өзгерістеріңізді енгізіп, суреттерін өзгертіп, дайын шаблонға дайын құжатты жасау өте оңай болады. Енді біздің жағдайымызда біз жаңа құжат құрау терезесін басамыз және де сол құжаттың терезесінде бүкіл іс-әрекеттерді жасауға болады. Келесі мәзір бізде файл открыть, яғни открыть последние документы, открыть документы из компьютера, яғни бүкіл қажетті құжаттарды сақтауға болады, ашуға болады. Файл сохранить деген команда көмегімен құжат сақталады. Сохранить как деген команда көмегімен ашық тұрған құжатты басқа атпен басқа жерге сақтауға болады. Сохранить немесе сохранить как деген командан берген кезде сохранение документа деген сұхбат терезе ашылады. Бұл жерден мен жаңағы жасап отырған құжатымды сақтай аламын. Яғни сохранить как басқан кезде атын өзгерту арқылы сақтаймын. Егер сохранение болатын болса, жаңа құжатты да ат беру арқылы өзім қалаған папканың ішіне сақтай аламын. Және де біздің соңғы версия Word-та бізде docx деген кеңейтілім беріледі. Файлдың расширениесі docx болады. Қасында Word-тың мынадай жүйелік мәзірінің белгішесі орналасады. Міне мынау тұрған сияқты құжаттың атауы, жүйелік мәзірдің белгішесі, құжаттың атауы, нүктеден кейін Word файлдың кеңейтілімі docx болып беріледі. Сохранить как деп басамыз. Құжат терезесі стандартты Windows операциялық жүйесінің құжаттамалары секілді бас мәзірден, құрал аспаптар панелінен, жүгіртпе жолдан және қалып күй қатарынан тұрады. Құжатпен жұмыс жасау үшін бізде құжаттың шрифтін орнату, яғни мына жерде шрифттің түрлері бар. Көбіне Times New Roman қолданылады, немесе Arial қолданылады, немесе Palatino Linotype деген. Және де сол сияқты бірнеше шрифттардың түрлері бар. Мәтіннің шрифттің өлшемі, яғни мәтіндегі әріптердің өлшемі орнатылады. Жирный, қалың етіп бояу, курсив, астын сызып бояу, индекспен жазу, жоғарғы дәрежемен жазу, сол сияқты бүкіл берілген мәтінмен жұмыс жасау батырмалары құрал аспаптар панелінде орналасқан. Енді кішігірім мәтінді қарастырайық. Яғни міне бізде мәтін берілген болсын және осы мәтінмен жұмыс жасау. Тақырыпты ең алдымен тақырыптың шрифтін ауыстырамын, мысалы Palatino Linotype, және де размерін үлкенірек етіп ауыстырамын. Жирный, курсив, немесе курсив тапсасақ жирный. Ол бізде тақырып қатары. Келесі тұрған мәтіннің шрифтін ауыстырайын, мысалы Arial болатын болсын. Размерін ауыстырамын. Жирный қажеті жоқ, курсив етіп беруге болады, немесе астын сызуға болады. Сол сияқты стандартты мәтінді рәсімдеген кезде бізде абзац деген команда беріледі. Мынау қасындағы сілтеме белгішеден басылған кезде абзац деген сұхбат терезе ашылады. Бұл жерде мәтін туралы по ширине, по левому краю, уровень основной текст,
жақтаулар беріледі. Сол жақтан 0, оң жақтан 0, мәтіннің алдындағы интервал 0, мәтіннен кейінгі интервал 0. Қатар арасы 1,5 етіп беруге болады. 1,5 тым үлкен десеңіздер, множитель дегенге қоюға болады да, арасын 1,5 емес, 1,3 етіп беруге болады. Және де абзацтың қатарын отступ деген болады. Яғни біз анау азат жол береміз. Стандартты түрде отступ 1,25 болады. Бір етіп те кейбір құжаттарды талап етіледі. Міне мен қойдым. Азат жолмен де 1, және де мәтіннің арасындағы арақашықтық отступ множитель 1,3. Көбейтуге болады, азайтуға болады. Негізі талап бойынша отступ бізде, междустрочный интервал бізде одинарный. Стандарт бойынша. Және отступ бізде 1,25. Келесі шрифт деген ішкі сұхбат терезесі бар. Яғни шрифт осы жердегі бүкіл мәтінге қатысты қалып-күйлерді келтіруге болады. Мәтіннің түсін өзгертуге болады. Подчеркивание дейді, цвет подчеркивание дейді. Сонан соң міне мына жерде бізде видоизменение деген бар. Зачеркнутый деп беретін болсам, мәтіннің үстінен сызық пайда болады. Кейбір тексттерде ол да керек. Двойное зачеркивание деп беретін болсам, сызық, екі сызықпен. Надстрочный деп беретін болсам, мәтін қатардың астына жазылады. Подстрочный деп беретін болсам, ол қатардың әріпке берілген қатардың төменгі жағына жазылады. Малые прописные деген бар. Міне барлығы мынандай әріптермен жазылады, және де все прописные деген бар. Осы жиі қолданылады. Кейбір кезде дайын тұрған тексті үлкен әріптерге аудару керек болады, қайта жазып жүрместен. Міне мен басатын болсам, әріптің бәрі мынадай болып, үлкен әріптермен жазылған болып өзгереді. Кейде жазып қойған тексті ауыстыру керек болады, сол кезде осы қатар қолданылады. Және де скрытый текст деген бар. Ол тұрған әріптерді жасырып қоюға көмек береді. Пока бізге оның қажеті жоқ. Мына жерде мен мәтіннің түсін өзгерттім. Оны мынау тұрған мәтін түсінен өзгертуге де болады. Стандартты түрде бізде қара түс қолданылады. Келесі, мынау надстрочный деген, подстрочный дегендерді қалай қолданамыз? Мысал үшін, математика 1 деген жазу үшін, міне мен надстрочный бастым, міне қараңыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Өшіріп тастап, қайтадан 1, 2, 3, 4 жазатын болсам, мәтін қайтадан қалпында жазылады. Енді подстрочный деген, надстрочный деген, міне төбесіне дәреже. Егер өшіріп тастайтын болсам, онда ол қайтадан қалпына келеді. Бұл бізде тұрған стандартты құрал аспаптар панеліндегі батырмалар болып табылады. Және де міне қараңыздар, тек қана стандартты емес, әріптерді өзгеде форматта жазуға болады. Енді мысалдар қарастырайық. Міне бізде мынадай етіп шаблон берілген. Мысал, яғни тізім түрінде берілген. Мынадай белгіні мен мынау басамын, яғни минус белгісі. Сонан соң мәтінді теремін. Келесі мәтін менде жирный, және клавиатурадан капслок жағам. Үлкен әріптермен жазу үшін капслок. Регистрді ауыстырамыз ағылшыншаға. Windows XP. Капслокты өшіремін. Жирныйды алып тастаймын. Ары қарай. Жақшалар менде орыс тіліндегі shiftпен бірге 9-ды басқан кезде шығып жатыр. Қасына жазып қояйын. Жақшы шығару үшін shift басып тұрып 9 және shift плюс 0. Жақша қою деп қояйын, осы жерде тұра берсін. Операционная деген.
Келесі мәтінді жазу үшін мен ентер басам. Текстовый редактор. Тағы да регистрді ауыстырамын. Капсулық жағамын. Word 2007. Сызық қоям. Капсулықты өшіремін. Ақшаны жазам. Так, и үшіншісі табличный редактор. Капсулық жағамын. Жөніді өшірем, капсулықты өшірем. Ой, мен. Міне осылай етіп тердім. Енді мына жерде мен жаңа Word 2007 дегенді жирный қойып өтіп кеттім. Бояп аламын да, жирный қоя саламын. Бұл бізде қарапайым мысал, яғни орыс тілінен ағылшын тіліне ауысып отырдық. Үлкен әріптермен жаздық, және де жақшалар, басқа да символиканы қалай қолдануға болады деген. Келесі мысалда құжаттама беріледі. Міне қараңыздар. Және де мұнда мынадай мәтіндер болады. Өтініш жазғанда, яғни ресми құжаттамаларда өте көп қолданылады. Осыны қазір жасап көрейік. Прям мынау текстпенен бірге жазып. Мына жерде менде жирный, барлық үлкен әріптер. Капсулық жағамын. Капсулықты өшіремін. Енді мына мәтінді мына жаққа жазу үшін менде міне выравнивание деген панель бар, яғни түзету, солға қарай, оңға қарай, ортаға. Солға қарай түзету, ортаға қою, оңға қарай түзету. Выравнять по правому краю дегенді басамын. И осы жерге мәтінді жазамын. Так. Жай ғана интернеттен кез келген шаблон алынған. Мәтіннің мағынасына мән бермей қойыңыздар. Яғни жазамыз. Министерство общего и среднего образования. Астында уже мәтін жирный емес. Мысал үшін телефон. Қалай тұрса солай жазайық. Телефон. Енді мынау тұрған сызықтарды шығаруымыз керек. Ол үшін мен кавычкаларды қойып аламын. Және де номерді қойып аламын. Сонан соң орысша регистрға өтіп,
мынау клавиатурада 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 и қасында минус деген бар. Сол минусты shift басып тұрып басам. Сол кезде мынандай менде сызық шығады. Міне астына номер қойып аламын. Тағы да ақшалар қойып аламын. Сөйтіп, орысша регистрға өтіп, минусты shiftмен тұрып басам. На такой-то номер от такого-то числа деген мағына білдіреді. Ары қарай енді справка деген жазу үшін ортасына капслокты жағып жазамын. Енді выравнивание менде по левому краю. Және бұл жерде абзац бар. Отступқа табты бір рет басуға болады, немесе абзац деген менюға кіріп, сол жерден выдано астына қарай сызамын. Что она компьютерной техники. Астында менде место печати деген тұр ортада. МП және оның астында оң жақтан директор. Міне, біз құжатты жазып жардық. Мынау жерде байқасаңыздар мәтіннің арасы одинарный. Менде мына жерде ашылып кетті. Жөндеу үшін мен абзацқа кіремін. Міне қараңыздар, после деген 8 болып кетті. Мына житель 1,8. Осыны одинарный қоямын, себебі құжаттамаларда стандартты түрде одинарный интервал қолданылады. Сақтаймын. Құжатты сақтау үшін әдетте мынау тұрған сол жақ бұрыштағы сохранить батырмасы басылады. Егер бұл батырмаңыз көрінбей тұрған болса, онда файл сохранить деген команда бересіз. Бүгін біз Microsoft Word құжатты ашу, сақтау және мәтінмен жұмыс жасау туралы ұғымдарды қарастырдық. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Сау болыңыздар.